Әркім дұрыс адамды тапқысы келеді. Бірақ ешкім өзі дұрыс адам болғысы келмейді. Неге? Себебі өзіңмен жұмыс істеу ең қиын жол. Біреуден талап ету оңай, ал өзгеру ауыр. Адамдар өзгеге жоғары талап қояды, ал өзіне жұмсақ. Өзімізді ақтауға мың себеп табамыз. Мен осындаймын, мені осы қалпымда қабылдасын деп өзгерісті қаламаймыз. Себебі өзіңе тік қарау қорқынышты, әлсіздікті мойындау қиын. Бірақ біз не істеп жатырмыз? Біз сүйіспеншілікті қалаймыз, алайда ішіміз күмән мен сенімсіздікке толы. Біз сенімді адам іздейміз, бірақ өзіміз әлі өткенді жібере алған жоқпыз. Біз жылулық қалаймыз, бірақ өзіміз салқынбыз. Сол үшін дұрыс адам бізді байқаса да жақындамайды. Себебі оған әлі дайын емеспіз. Ендіше сұрақ. Сен өзің іздеп жүрген адамға ұқсайсың ба? Сенің ішкі әлемің, сенің құндылықтарың, сенің мінезің, сен армандаған адамға лайық па? Өмірде ең маңызды жұмыс өзіңді дұрыстау. Сен өзіңді түзесең, бәрі түзеледі. Өзіңе сенімді адамға айналсаң, өзің сияқты адамдар өзі ақ жақындайды. Себебі біз әрқашан ішкі әлемімізге сай адамдарды өзімізге тартамыз. Сол үшін жауапкершілікті басқаға аудармай, өзіңді өзгерт. Өзің іздеп жүрген адамға айнал. Сонда іздеудің де қажеті жоқ, ол адамдар сені өзі ақ табады.